Сәлем достар. Абдыраш Назарбеков атындағы нөмірі 87-ші жалпы орта білім беретін мектебі жолда жүргенде қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға кеңес береді. Күн сайыны елімізде автокөліктер саны өскен сайын жол апаттары арта түсуде. Жол көлік оқиғалары жөнінде деректерге зер салсақ, жаяу жүргіншілердің кінәсінен болатын оқыс оқиғалар саны едәуір артуда. Оның ішіндегі жас балалардың апатқа жиі ұшырайтыны, жастайынан өмірімен қоштасып, орны толмас өкінішке әкелетіні жасырын емес. Оның себептері көптеген оқушылар ойын баласы болғандықтан, үлкендердің қадағалаусыз жүргендіктен, жолда жүру ережесін сақтай білмеуінде. Олар көбіне ереже талабын бұзып асығыстық жасап, жүгіріп өтудегі ұмтылысында, асыға жолға жүгіріп шыққан баланың қауіпке ұшырап қана қоймайтындығы, сонымен қатар өзіне ғана емес, өзгенің де өміріне қатер төндіретіні баршаңызға мәлім. Осындай оқиғаларды болдырмас үшін мектеп ұжымы, мұғалімдер балаға үнемі жолда жүру ережесін ескертіп отыруды естен шығармақ емес. Бағдаршам. Зебра немесе жер асты жол асты өткелімен жолды өтіңіз. Жолды өтерде жол жүргізуші сізді байқағанына және тоқтағанына көз жеткізіңіз. Жолдың маңайында ешқашан ойнама. Бүгінгі білімді, дені сау ұрпақ болашағымыздың баянды болуының кепілі.